Енді 1920 ғасырдағы осы үлкен қасірет бұл 1928 жылғы қазақтың бай кулактарын, яғни ауқатты топтарды тәркілеу науқаны. Бұл қазақ даласындағы 20 ғасырдағы орны толмас үлкен қасіреттердің бірі. Неге бұл науқанды біз ауыл шаруашылық саласымен байланыстырамыз? Себебі 20 ғасырдағы осы тәркілеу науқаны қазақ даласындағы аштыққа, аграрлық саланың күйреуіне, дәстүрлі мал шаруашылығының құрдымға кетуіне әкеп соқты. Бұл процесс, бұл үрдіс Қазақстанның барлық даласын қамтыды. 28 жылғы 27 тамыздағы декрет күшіне ене салысымен бай кулактарды тәркілеу әртүрлі санаттары бойынша жүзеге асты. Осы тұрғыда, яғни тәркілеуге дейін қазақ даласында 40,5 миллион бас мал болған деп айтылса, тәркілеуден кейін небары 4 миллион бас мал қалды. Одан кейін тәркілеуден кейінгі қазақ ауылдарына салынған салық жүйесі, яғни ет өткізу, астық өткізу науқандары бұл ауыл шаруашылығын, сонымен қатар халықтың әлеуметтік жағдайын одан ары күйретіп жіберген болатын. Бұл өзі архивтегі құжаттарда айқын көрінеді. Ал енді Семей өңірінен Түркістан округіне байлардың жер аударылуы бұл арнайы Қазақстанның сол кездегі партиялық комитеттің төрағасының арнайы жарлығымен, бұйрығымен ол барлық өңірлердің бір өңірден екінші бір өңірге байларды жер аудару туралы қаулысы шықты. Осы бойынша мынау Семей округінен байларын ол Түркістан округіне және Қостанай өңіріне жер аудару туралы белгіленген болатын. Міне осының нәтижесінде мынау Семей өңірінде 700-ден аса арнайы комиссия жұмыс істеп, байлардың мал мүлкін тәркіледі. Міне осы тәркілеу науқанында Семей округінің қазіргі Аягөз, Қызылтас, Жарма аудандары сияқты аудандардан Түркістан округінің Созақ, Қараспан, сол кездегі әрине Талас, Шу сияқты аудандарына жер аударылды. Жалпы бұл семейліктердің Семей округінен жер аударылғандардың жалпы біршама тізімі жасалып, қазірде архив құжаттары бізде бір жинақ ретінде шығарылып отыр. Қазір архив қорларында ашылмаған құпия, совершенно секретный деген құпия документтермен жұмыс істеуді бастадым. Қазір барлық комиссия құрамындағылардың барлығы осы 50-ші жылдарға дейінгі қуғындалған осы топтардың тарихымен, зерттеумен тікелей айналысудамыз. Кеңес үкіметі түсінді. Қазақ ауылдарында байлық жаңағы қара топырақты аудандардағы отырықшы мемлекеттердегі сияқты емес, байлықтың көзі малда екендігі. Сондықтан да 1928 жылы жаңа ірі байларды тәркілеу реформасы тудырды. Осы реформаның нәтижесі міне қазақ даласында тап күресінің туын алып келді. 1928 жылғы жаңа ірі байларды тәркілеу кезінде қазіргі архив документтерін, әсіресе менің қарап отырғандарым қазіргі мынау жаңағы президенттік архивтің фондтарын тұтас қарадым. Сонымен бірге жаңағы КНБ-ның құпия документтерін қарап шықтық. Қазіргі күнде мен мына орталық архивтегі жаңағы бас прокуратураның документтерін, фондтарын қарап отырмын. Оның ішінде әсіресе 2014 деген фондты қараған кезде бұл жаңағы қазақ байларының тарихын, олардың өзінің жазған өмірбаяндарымен және орталыққа жіберген жаңағы арыз шағымдардан көруімізге болады. Олар көбінесе қиыр шығысқа, немесе қазақша айтқанда Итжеккенге, Сибир аймақтарына, ана Бурятияға, сол сияқты жаңағы Сібірдің солтүстік аудандарына, қиыр шығысқа дейін жер аударылып отырған. Оның ішінде көп аударылғандар жаңағы Новосибирск крайы дейміз ғой, өлкесіне,
соның жаңағы Магаданға дейін, тіпті ана Бурятиядағы сол кезде қалмақ СССР-ның жеріндегі құрылған лагерлердің бәріне жаңағы 10 жылдан бас бостандығынан айырылған, кейбіреулер жаңағы үштіктердің, НКВД-ның жаңағы үштіктерінің қаулысымен көбі атылып кеткен. Сондықтан да олардың көбі қазіргі күнде біз ол үшін бүкіл Қазақстанның барлық аймақтарындағы архивтік документтерді, әсіресе жаңа құпия деген документтерді ашуымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан мемлекет біздің қойып отырған тапсырмасы өте жаңағы қажетті, осы заманға жаңағы ең керекті іске асырылып жатыр деп ойлаймын. Шығыс Қазақстан облысы бойынша саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, бай-кулактарды ақтау жөніндегі комиссия өз жұмысын жасап жатыр. Бұл жөнінде Шығыс Қазақстан облыстық архивте, Семей қаласындағы қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығында, Өскемен қаласындағы полиция департаменті архивінде және прокуратураның архивінде біраз жұмыстар жасалды. Бұндағы негізгі мәселе саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау және бай-кулактардың мәселесін ғылыми айналымға енгізу ең басты негізгі мәселе. Осы жөнінде біраз жұмыстар жүргізілуде. Әсіресе бұл жөніндегі мәліметтер Шығыс Қазақстан облыстық архивінде көрсетілген және полиция департаменті архивінде 24 мың істің тіркелгендігі жөнінде және прокуратура архивте де 24 мың 185 іс тіркелген. Бірақ олардың ішінде тек қана ақталғаны прокуратура департаментінде онда тіркелген 85 іс тіркелген болып есептелініп отыр. Демек, бұл деп отырғанымыз жұмыс тобы әлі өзінің жұмысын жалғастырады. Қазақ тарихы үшін беті ашылмаған әлі талай тарихи деректердің бар екендігін біз анықтап білдік. Бұл деп отырғанымыз қазақ тарихына, қазақ тарихи ғылымының методологиясына әлі де ізденістің болу қажеттігін дәлелдеп беріп отыр. Жалпы Батыс Қазақстан облысы аумағында байларды тәркілеу осы 28 жыл басталған болса, бұның зардабын біз бүгінгі күнге дейін тартып келе жаттық деп есептейміз. Енді біздер қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысының облыстық архивінде және Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің архивінде жұмыстанып, көптеген құжаттарды қарап шықтық. Соның ішінде қазір біздің анықтағандығымыз 1928 жылы ең үлкен ірі деген байлар тәркілеуге ұшыраған. Себебі халықты екіге бөліп алып қарауға тырысқан, себебі халықтың бір бөлшегі бұны құптап, жаңағы бұл жобаны әлде де олар жақтау үшін, халыққа өтімді қылу үшін ең бірінші кезекте тек қана ірі байларды ғана алып шыққан. Содан кейін халыққа айтып түсіндірген, бұл деген тек қана ірі байларды ғана тәркілейміз деп, орта деңгейдегі басқаларына біз тимейміз деп. Содан кейін халықтың барлығы жапа-тармағай бай деген адамдарды көрсетіп, көпшілік жерде тізімдеп, солардың барлығын тәркілеуге ұшыратқан. Бірақ та жалпы архив құжаттарын қарайтын болсақ, архив құжаттарында бұл тамыз айында басталатын, тамыз-қыркүйек айында басталса, бұл сол қыркүйек айындағы жиында сол кезеңде тізімдерін дайындап қойған. Соған қарағанда жалпы анықтау жұмыстары одан ертерек басталып кеткен. Соңғы жылдары Батыс Қазақстан өңіріндегі осы байларды тәркілеу тақырыбында зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бұл зерттеу жұмыстары Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология орталығының жетекшісі Жантас Нәбиуллаұлының бастауымен жүзеге асырылды. Бұл жоба аясында Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік мұрағатында сақталынған құжаттар қаралып, сол бойынша архив деректері бойынша біраз зерттеулер жүргізілді. Соның ішінде облыстық мұрағатта 392 және 992 қорлар осы Батыс Қазақстан облысында 1928 жылы байларды тәркілеу қалай жүргізілгендігі туралы құжаттық деректер молынан сақталған. Оның ішінде жаңағы жиналыстардың хаттамалары, анықтамалар түрлі шешімдер, бұйрықтар сақталған және бұлар
оқуға жарамды, дерекке бай. Соның ішінде біз байқап отырмыз, архив деректерінде Батыс Қазақстан облысында байлар тәркілеу өте жедел түрде, ыждағатты түрде өткізілген басқа облыстармен салыстырған кезде. Ең алғашқы құжаттық дерек 1 қыркүйек күні өткізілген екен. Мына тамыздағы декреттің шыққаннан кейін бұл жерде тамыздағы декрет бойынша хаттамада көрсетілген. Енді біз қазірге дейінгі кезде Батыс Қазақстан облысынан 71 байдың тізімі беріліп отыр. Сол бойынша архив құжаттарын қарап бүгінге дейін анықтадық. Енді алдағы уақытта бұдан да басқа тәркіленген байлардың тізімін және оларды туралы толығырақ ақпарат алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар мына жер суаттары бізде бұған дейін белгісіз болып келген байлардың атымен, қыстауымен немесе жер суаттарына сол байлардың есімі берілген. Ол байдың болғандығы жөнінде ауызекі әңгіме болса да, енді құжаттық деректер негізінде, архивтер деректері негізінде енді қаралып, сол зерттелініп жатыр. Енді қазір біз осы мәселеменен үлкен айналысып жатырмыз. Мысалы, қазір біздің Батыс Қазақстан облыстық архив қорынан бір дерек табылды. Біздің назарымызда аударып отырғаны, сол 28-ші жылы күштеп жұмырастыру кезінде мына Батыс Қазақстан облысының 3 ауданы, ол Камин ауданы, Теплов ауданы дейді. Осы Камин, Теплов ауданынан 320 кулакты жанұясыменен, балаларымен бірге анау алыс құмды ауылдарға, Орда, Жаңғала, Жәнібек аудандарына жер аударған. Өзінің манағы Орал қаласының аймағындағы өмір сүріп жатырған адамдарды, 320 адамды баласымен бірге сол жер аударған. Және оларды жазылған, жаппай колхоздастырылып жатырған аймақтардан алыс құм тоқтату жұмыстарына, балық аулау жұмысына жер аударылсын деген бұйрықпенен олар жер аударылған. Немесе біздің Орал қаласынан манағы біз бір хаттама таптық, 400 бай адамдардың кулактар бар, ішінде кулактар, байлар кулактары 400 адамның манағы жер аударылғандығы. Олар осы біздің мына Орал Батыс Қазақстан облысынан Арал теңізіне қарай, мына Қызылорда жеріне қарай жер аударылғанын анықтадық. Осындай және тағы бір хаттамада манағы 400 адамнан басқа 800 бай кулактардың 2-ші, 3-ші категория бойынша жер аударылғанын анықтап отырмыз. Енді мына қазақтың байлары біріншіден көбінесе мына Қазақстанның бір округынан екінші округқа жер аударылды. Мысалы, солтүстік Қазақстанда мысалы 80 бай 1928 жылдары айдалды. Солардың біразы Ақмолаға келді, біразы Ақтөбеге жер аударылды. Тіпті мына Ресейдің көрші облыс Төмен, Қорған, Омбы облыстарына жер аударылып кеткендер де бар. Тіпті Украинада, Херсон облысына да 3000-дай байлар, орташалар және олардың отбасыларымен бірге кетіп қойды деген мәліметтер бар. Мына енді Орта Азияның республикаларын алсақ, тіпті жанын сақтап қалам деген, отбасын аман қалдырам дегендердің біразы мына Түркмения, Қырғызстан неге кетті, Өзбекстанның жеріне кетті. Бүгінгі дейін солардың ұрпақтары сол жақта тұрып жатыр. Ал тәуелсіздіктің 30 жылдың ішінде елімізге көшіп келгендер де бар. Солар көбінесе олардың байлардың ұрпақтары енді. Елім, жерім деп қайта келіп баққандар. Енді бүкіл 1054 шаруаны
бай шаруаны айту енді оған бір передачаның уақыты жетпес. Бір ғана мысал келтірейін. Осы кеше ғана мына солтүстік Қазақстан Жамбыл облысында бір үлкен конференция болды. Солтүстік Қазақстан және Алашорда үкіметі деген жақсы конференция өтті. Сонда сол жаққа барсақ, солтүстік Қазақстан облысының мұрағатының директоры Сәуле Зейнуллина 80 байдың бізге институтқа тізімін берді. Сонда жазылып тұр, кім, отбасының жағдайы қалай, неше әйелі бар, неше баласы бар, қандай дүние мүлкі бар, техникасы бар, қанша малы болған Совет үкіметінің кезінде, оның алдында қанша болған, соны бәрін әдемілеп айтып береді. Сол қазір біздің мемлекеттік комиссия, біздің топ осы байларды, кулактарды зерттейтін осы тақырыппен араласамыз да, мұрағаттармен жұмыс жасап, халыққа тарихын өзіне қайтарып береміз. Себебі егерде қазір зерделемесек, ертең бізде болашақ жоқ. Енді қазақта тек дәулеттер деген бір үлкен бір құт қонған әулеттер, меценаттар деген бір түсінік бар. Бұл 20 ғасырдың басында, 20-30 жылдарда үлкен бір көрініс берген құбылыс. Себебі меценаттық деген, мына байлық деген сөздің мына деңгейі өте жоғары. Бұл кеңес үкіметі айтып отырғанда, кеңес үкіметі кезіндегі әдебиеттерде көрініс тапқандай таптық көзқарас емес, таптық бір ұстаным емес. Енді осы жерде біз қазақ даласында көптеген әулеттерді айтуға болады. Бұл анау Оралдағы Сырымдатұлы кеніндегі көтеріліс басшысы Сырымдатұлының ұрпағы шөбересі Салық Омаровты айтуға болады. Өте үлкен меценат, атақты тұлға, ол кенде алаш қозғалысына өте көп көмектескен, қаржылай қолдау білдірген. Бірақ сол Салық Омаров 1928 жылы тәріктеудің шеңгелінен құтыла алған жоқ. Одан кейінгі, мысалы, Жетісудағы Маман әулеті бар, Маман байдың ұрпақтары. Кеніндегі қазақтың Нобелі деп аталған, қазақ романына бәйге жариялаған, мектеп салған, үлкен қазақ руханиятының қамқоры болған әулеттің барлық ұрпақтары да осы тәркілеу науқанына ұшырады. Сондай-ақ мына Қарқаралы өңіріндегі Ақайып Хасен, одан кейін Ақбай Абырайлар, бұлардың өз алдына үлкен бір тақырып. Бұлардың қазақ қоғамына сіңірген еңбегі, алаш қозғалысындағы қызметі өте орасан зор. Әрқайсысы туралы жеке-жеке кітап жазуға болады. Бұлардың барлығы да тәркілеу науқанына ұшыраған болатын. Ал енді Семей өңірі тұрғысынан алғанда, Ике Әділов, Қаражан Үкібаев сынды үлкен бір байлары болды. Олар да осы 28 жылғы тәркілеу науқанынан құтыла алған жоқ. Барлығы тоз-тоз болып, бүкіл кәсіптері тәркіленіп, мал мүлкі тәркіленіп, бала шағасымен бірге жер аударылды. Яғни біз бұны неге айтып отырмыз? Себебі осы кезіндегі революцияға дейінгі қазақ даласындағы, яғни тәркілеуге дейінгі қазақ даласындағы негізгі үлкен бір тетіктер, үлкен бір темірқазық іспетті болған осы тұлғалар еді. Өйткені бұлар қазақ даласындағы басқару жүйесі өзгергеннен кейін қазақ даласының экономикалық тірек іспеттес рөл атқарды. Қазақ даласында қаншама аштық болса да, табиғи жұт болса да, бұлар елдің берекесін қашырған жоқ, экономикалық тетігін мықтап ұстап тұрды. Ал мына 28 жылғы қолдан жасалған науқан, яғни осыдан туындаған ашаршылық, олардың барлығында жойып жіберді. Одним из таких вот видных представителей сословия баев был Альти.
И вот по заверениям его потомка, он организовывал даже собрание партии «Алаш» на территории нашей области. После этого во время установления советской власти, естественно, он испытывал большие проблемы. Его детей репрессировали. И даже несмотря на то, что они отдали весь свой скот, их все равно по политическим мотивам репрессировали и отправили в Западный Казахстан. В результате чего там большая часть семьи, то есть несколько братьев, они там погибли. Вернулись не все. Вот. Также есть сведения о том, что отправляли насильственно перемещали лица на территорию современной Кызылординской области, на остров Когарал. Вот. Об этом у нас вышла книга в нашем архиве, на Северно-Казахстанском архиве, вышла книга о тех людях, которые были туда сосланы. Официальные данные говорили о том, что были конфискованы 696 байских хозяйств. После тех расчетов, которые я проводила при помощи математики и компьютерной проблемно-ориентированной базы данных, мы выявили, что объединяли хозяйство отца, брата, сына и даже нескольких сыновей для того, чтобы довести норму конфискации до 400, 300 и до 100. Понятно, что среди репрессированных это потомки ханских султанских родов. Я могу вам привести пример представителей семьи Жантюриных. Очень много биев среди них, которые пользовались огромным влиянием среди населения. Очень много у старшин. И более того, в нарушение собственного постановления среди репрессированных были представители царской администрации на уровне переводчика, толмача или же писаря. То есть они не смотрели, если ты участвовал в работе с русских колониальных органов, значит, ты враг советской власти. Это 28-й год. Когда мы говорим о последующих годах, а ведь несколько волн было репрессий против крестьянства, в конце 29-го года готовится программа коллективизации полная. Казахстан переходит в отдельных районах на сплошную коллективизацию, и тут начинается преследование не только баев, но и кулаков, славянское население. И вы знаете, более того, мы обратили внимание, когда работали с документами, что в байские хозяйства попадали и представители уйгурского населения, узбеки, татары. То есть там не ограничивалось только казахами. То есть в свое время это были очень состоятельные, очень известные баи, которые по своему характеру, это же наша аристократия, наша элита. И они теряли все, не только богатство, они теряли свой авторитет, они теряли свою фамильную принадлежность, многовековую, которая складывалась. Это была элита, которую просто уничтожили. И нужно отметить, что в архивах очень много документов, где прямо мы видим, что они были еще и очень образованными людьми. Многие из них закончили российские университеты, такие как Казанский, Московский. Поэтому это, конечно, было просто вытаптывание и уничтожение элиты казахов. Поскольку работаем с алматинским регионом, у нас в основном встречается, что их выселяют в Уральскую, в Булийскую области.